Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер және үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер. Бұл біздің оқулығымыздың 123-ші бетінде тұр. Ең бірінші бір кез келген үшбұрышты аламыз, оған сырттай шеңбер сызамыз. Міне қарап тұрсақ, үшбұрыштың сыртында шеңбер тұр. Бұны үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер немесе шеңберге іштей сызылған үшбұрыш деп те атауға болады. Бұл жерде үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер оның төбелерін жанап өтеді. Үшбұрышта білеміз, үштөбе бізде шеңбер үштөбесінде жанап өтеді. Сол жағдайда ғана біз үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер деп атаймыз. Екінші түрлі жағдай үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер. Міне көріп тұрғанымыздай, үшбұрыштың ішінде шеңбер жатыр. Ал шеңбер үшбұрыштың әр қабырғасын жанап өтіп жатыр. Үш қабырғасын, бұл жерде қабырғаларын жанайды. Енді міне осы екі жағдайды көре отырып, біз олардың қасиетіне тоқталамыз, яғни центр туралы. Егер үшбұрышқа шеңбер сырттай сызылатын болса, центр қайда жатады? Немесе үшбұрышқа шеңбер іштей сызылса, центр қайда жатады? Осы жерде біз осы ішіндегі үшбұрыштың әрбір қабырғасының орта перпендикулярларын табамыз. Орта перпендикуляр дегеніміз сол қабырғаның дәл ортасына перпендикуляр болып түсетін түзу деп білеміз. Сонда бізде әрбір қабырғасының ортасын тауып, оған орта перпендикуляр түсірсек, орта перпендикуляр түсірсек, солай келесі қабырғасында дәл ортасын тауып, үш қабырғасында ортасын тауып алып, оларға біз орта перпендикуляр түсірсек, осылай. Яғни сол орта перпендикулярлардың қиылысқан жері бізде сырттай сызылған шеңбердің центрі болады. Сонымен үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің центрі қайда жатады десе, ол үшбұрыштың қабырғаларына түсірілген орта перпендикулярлардың қиылысуындағы нүкте, ол бізде шеңбердің центрін береді екен. Екінші түрлі жағдай, ол жерде центр қайда орналасуы мүмкін, егер ішінде жатқан үшбұрыштың ішіндегі шеңбердің. Ол жерде біз үшбұрыштың әрбір төбесінің биссектрисасын табамыз. Биссектриса дегенді білеміз, ол шеңбердің үшбұрыштың әрбір қабырғасын қақ бөлетін кесінді бізде биссектриса. Бұрышты қақ бөлетін кесінді. Үш төбесінен де биссектриса алсақ, яғни сол үшбұрыштың үш төбесінен шыққан биссектрисалардың қиылысу нүктесі іштей сызылған шеңбердің центрін береді. Яғни биссектрисалардың қиылысуында шеңбердің центрі жатады екен, іштей сызылған. Міне осылай шеңбердің центрлерін табамыз. Бірақ балалар, бұл жерде мен кез келген үшбұрыш ретінде алып көрсетіп жатырмын. Бізде үшбұрыштың түрлерін білеміз, тік бұрышты үшбұрыш, доғал бұрышты үшбұрыш деген сияқты үшбұрыштың түрлері бар. Тең қабырғалы, тең бүйірлі деген. Сол жағдайда бәрінде центр дәл үшбұрыштың ішінде жата ма, әлде шеңбердің центр сырттай сызылған, ол үшбұрыштың сыртында жата ма деген практикалық жағдайды бізде осы оқулықта А-дейін кейін есептерінде берілген. Сол үшін әрбір үшбұрышты сызып, содан кейін мысалы сырттай сызылған шеңбер жүргізу үшін біз үш қабырғасының ортасын тауып алып, оған орта перпендикулярларды жүргіземіз. Содан кейін ол орта перпендикулярлардың қиылысқан нүктесін біз шеңбердің центрі деп алып, сол центрге циркулымыздың
бір аяғын қойып тұрамыз да айландырамыз. Бірақ міндетті түрде жаңағы циркулымыздың екінші аяғы жаңағы үшбұрыштың төбелерін жанап өту керек. Сонда барып біз үшбұрышқа сырттай шеңбер сала алған боламыз. Сол сияқты іштей шеңбер салу үшін де біз кез келген үшбұрыштың төбелерінен шыққан бисектер сағарын қиылыстырып алып, сол қиылысқан нүктені центр ете тұтырып циркулды айландырамыз. Ол жерде циркуль бізде әрбір қабырғаны бір жерден, кез келген бір жерінен жанап өтуге тиісті. Сонда барып ол іштей сызылған шеңбер болып табылады. Мысалға, міне бір тікбұрышты үшбұрышты алдым, бір бұрышы тік болатын. Осы тікбұрышты үшбұрышқа біз сырттай сызылған шеңбер сызып көрейік. Ол үшін жаңа айтқандай, бізде міндетті түрде үшбұрыштың үш қабырғасына да орта перпендикуляр сызып алу керекпіз. Сол орта перпендикулярдың қиылысқан жерін центр етіп аламыз. Олай болса, мен алдын ала осы әрбір қабырғаның дәл ортасын тауып қойдым нүктелер арқылы. Енді мен соған перпендикуляр кесінділер жүргізсем жеткілікті. Түзулер немесе. Мына нүктеге түсетін перпендикуляр былай кетеді екен. Екінші мына қабырғасына түсетін перпендикуляр былай кетеді екен. Ал үшіншісінен шығарудың керегі жоқ екен. Екеуінен түсірілген перпендикуляр келді да гипотенузаның бойындағы гипотенузаның ортасына келіп қиылысты. Яғни сол жерге келіп түскен екі түзу осы қиылысқан екі түзудің қиылысқан нүктесін, біз гипотенузамен қиылысқан нүктесін біз жаңағы шеңбердің центрі етіп аламыз. Ондай болса, біз осы жерде циркулымызды аламыз да, сырттай сызылған шеңбердің центрі бар. Міне. Енді бізде сырттай сызылған шеңбердің қасиеті қандай еді? Үшбұрыштың үш төбесінде жанап өту керек. Сол үшін алдымен кез келген бір төбесіне апарып қойып радиусын өлшеп аламын да, сол бойынша мен шеңбер жүргіземін. Жүргізген шеңберім үш төбесінде жанап өтсе, онда менің сырттай сызылған шеңберім дұрыс деген сөз. Кішкене жылжып кетті. Міне, яғни жаңағы орта перпендикулярлардың қиылысу нүктесін алдық центр қылып, содан кейін кез келген төбесіне дейін бір кез келген төбесін алдық та радиусты белгілеп алдық. Сол бойынша шеңберді жүргізіп едік. Ол шеңберіміз үш төбесінде жанап өтті. Яғни тікбұрышты үшбұрышқа сызылған, сырттай сызылған шеңбердің центрі оның гипотенузасының қақ ортасында жатады екен.